Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Қазір көрейік, эфир қосылып жатыр, ақырындап. Эфиріміз қосылып жатыр. Жайлап. Ассаламу алейкум. Комментарийді өшіріп қояйық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Тақырыбымыз өте үлкендеу тақырып. Қорытынды тақырып, өйткені біз жолға шығып бара жатыр едік. Болмаса тағы да бір 2 күндік сабақ қой негізі. Дегенменен енді жалпы қорытып айтып көрейік. Біз негізі өткен сабақтарымызда 8 Құран-ы Кәрімдегі адам баласына ескерту болған сипаттарды айтып өткенбіз. 8 сипат жалпы. Одағы мақсат сол адам өз-өзін түзетумен айналысатындарға, жалпы өз-өзінің кемшілігін түзейім дегенге, екіншіден жалпы мынау рухани баспалдақ дейді ғой, енді адам өзінің руханиятын реттеп, сол Құдайдың жолын дұрыстайым десе, қайтсем осы жан дүниемді реттейім деген адам үшін де, өзінің нәпсімен күресіп жүрген адам үшін де, жалпы білім іздеген адам үшін де өте маңызды болған осы 8 үлкен сипаттар бар. Бұл сипаттар бүкіл адам баласында табиғатында кездесетін дүние. Енді одан да бөлек өзі адамның жаңа сол сипаттар біреуде көбірақ болуы мүмкін, біреуде азырақ болуы мүмкін. Және кейбіреулерде осы 8 сипаттан бөлек те тағы да одан да басқа кемшіліктер жетуі мүмкін. Бұл адам. Адам болғаннан кейін кемшілікпен болады, қателікпен болады. Қандай адам болса да хақысы бар қателесуге. Оны біз кейуге, жамандауға, немесе сондай жағдайдасың деп айтуға хақымыз жоқ. Ендеше сол 8 сипаттарды бір қысқа айтып кетейік. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала 8 түрлі адам баласын ескерту айтып кеткен. Осындай бір адамда бір жаман қылықтар болады. Сол қылықтарға Құранда ескерту бергендігі үшін біз көңіл бөлуіміз керек екен. Біріншісі таласқыштық. Өте қатты таласқыштық. Ал енді сол таласқыштықты енді жалпы өзі ол адамның табиғаты сондай да, жаратылысы сондай. Себебі адамның миы ақтағанды жақсы көреді екен. Әрдайым. Сіз жаман істесеңіз де сіз миыңыз ақтап тұрады. Сізден бөлек адамның барлығы жаман, сіз ғана жақсы боласыз. Ол барлық жерде, барлық халықта болады. Мысалы айтайық, мұсылманның бәрі жақсы, мұсылман емес жаман деп ойлаймыз. Қазақтың бәрі жақсы, қазақ еместер жаман деп ойлаймыз. Ол ары қарай ішіне кірсең, жаңағыдай ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз деп бөлініп аламыз. Ал енді кіші жүздерсіңдер ғой бәрің, орта жүздерсіңдер ғой, сен оның ішіндегі қайсысын деп бөлініп аламыз. Ал енді оның ішіне кіріп алсаң, бәріміз руымыз бір ғой десең, анау Дүйсенбайдың баласы, мен Сейсенбайдың баласы, анау Бейсенбайдың баласы деп ары қарай бөлінеміз ғой. Былай қарағанда психологияның ғалымдары да айтады екен. Адамда негізі жалпы менікі деген сезім бар екен. Ол гормон екен. Менікі деген сезім, меншіктеу гормоны бар екен. Сол менікі деген нәрсе адамның ісіне де, барлық нәрсеге мотивацияға да жарайды екен. Сол үшін кейбіреулер осыны жақсылыққа қолданады. Мысалы айтайық, сен егер бір ісіңнен мотивация әрдайым алғың келсе, мысалы айтайық, бір жұмыста мотивация жоғалғың келмейді. Бір бизнес ашып жатсың, немесе бір мамандыққа еге болып жатсың. Сол мамандықта сен егер өзіңнің мотивацияңды, өзіңдегі бір сондай бір әдемі қасиетті жоқ қылғың келмесе, онда соны меншіктеп ал дейді. Бұл менікі деп. Егер меншіктесең болды да, сол саған жақсы болады, қалған нәрсенің бәрі саған жаман болады. Бұл сондай қызық қасиет. Алла Тағала сөйтіп жаратты. Дегенмен, ал Құран қалай шешеді десеңізші? Осы шешімдерді, Құрандағы шешімдерді айтып отырып, бір керемет дүниеге жетеміз. Біріншісі, жадилу биллати хия ахсан. Құран-ы Кәрімде тіпті кітап егелері, өзге дін өкілдеріменен де таласқанда айтады. Олар менен талассаңдар, жақсылықта таласыңдар дейді. Жақсылықпенен асырып талас дейді. Яғни біреу саған жаман сөз айтса, сен одан да асырып жақсы сөз айту керексің. Қызығы? Яғни керісінше таласуды үйретеді бізге дініміз. Біз оны білмейміз ғой, көпшілігіміз, оған амал қылмаймыз. Кейде айтады ғой, мысалы, намазхан адамдар, мұсылман адамдар, жалпы мұсылмандар Құранда бір соған не қылмай ма, қарамай ма? Өйткені бізде діни білім жоқ. Бәріміз қателесеміз. Неге қателесеміз? Өзіміздің асыл дінімізді білмегендік үшін.
Мысалы, Әбубәкір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жанына ертіп, осы бір күні сол Қағбаның жанына келіп қалған кезінде бір топ дінді жамандағыш адамдар жанына жинала салып, ей Әбубәкір деп, ей Мұхаммед деп тоқтатып алып екеуін, сендердің айтып жүрген құрандарың ондай мындай, сендердің айтып жүрген діндерің олай бұлай деп жамандай бастап. Сөйтсе Әбубәкір оларға Құранның аятын былай, Құранның аяты былай деп әдемі қылып жауап беріп, пайғамбардың хадисімен жауап беріп атса, пайғамбарымыз әр жауабына күліп тұр дейді да Әбубәкірдің. Бір уақытта бір адам шыдаймай ана сөзден жеңілген адам не істейді? Ана жаман әдістерге көшеді ғой өзі, қара әдістер дейді ғой, по-черному кетеді ғой. Енді анау сөз таластырып сөзінен жеңілмаған екен, Әбубәкірді балағаттай бастайды ғой. Жаңағыдай көп қой енді, сен қисық аяқсың, көзің соқыр, құлағың дәу деген сияқты мысал да енді. Сөйтіп басқа сөзбен жамандай бастайды. Сендер өз мұсылмандардың бәрі жалаң аяқ кедейсіңдер, құлсыңдар, бәрің деп жамандағанда Әбубәкір оған ашуланып, балағатпен жауап береді ғой. Онда өзіңе қарап ал деген дейді. Дәл сол кезде сөйтіп айтып тұрып, жанына қараса, пайғамбар жоқ, саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтсе, пайғамбарымыз кетіп қалған. Ана таласты бире тоқтатып салып, арқасынан жүгіреді ғой. Сөйтіп барып, Расулалла, сіз кетіп қалыпсыз ғой дегенде айтады. Сен аналарға Құранмен, жақсы сөзбен жауап беріп тұрғанда, сенің аузыңның жанында да, сақалың жанында періштелер көп болып таласып тұр депті да. Сен жақсы сөз шыққан үшін. Мен солардың ойнағанына қарап күліп тұрған едім депті. Сен қашан балағат сөз айттың, ананың бәрі қашып кетті да, жаныңа шайтан келді дейді. Ол тұрғаннан кейін мен де кетіп қалдым деген екен. Құрандағы ереже, бірінші ереже өзімізге жазып алуымыз керек болған. Таласасын ба, жақсы сөз айту керек екенсіз. Біреумен сөз таластырып қалсаңыз, оның айтқан сөзінен жақсырақ сөзбен таласыңыз. Бұл сіздің Құранға деген амалыңыз. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бізге берген тәлімі. Біз осылайша өзіміздегі табиғатымызды түзетеміз. Екінші нәрсе, бізді Алла тағала сендердің жаратылыстарың әлсіз деді. Жалпы біз әлсізбіз ғой негіз. Еш нәрсені қатты көтере алмаймыз, нервімізде кішкентаяқ, ақылымызда кішкентаяқ, күшімізде кішкентаяқ, сабырлығымызда жетпей қалады, барлық нәрсеге. Ендеше ғалымдарымыз соны не дейді дейтін болса, біріншіден ғалымдарымыз үлкен бір екі кеңес береді. Біріншіден Алла тағаламен араңдағы байланысты күшейт дейді. Сен әлсізсің ғой, күштімен байланыс. Кім Алламенен байланысы күшейет, сабырлығы да, көргендігі де, көп нәрсесі күшейет. Өйткені қараңшы, біздің 6 иман бар. Аллаға иманның жанында 6 иман бар. Сол 6 иманның біреуі тағдырға иман. Алла тағала барлық жақсы менен жаманды жаратты. Барлық адам жақсы болуы да мүмкін, жаман болуы да мүмкін. Соған сене білу. Сосын сіздің Құдай тағала сізге бұйыртқан жақсылық болса, басыңды ие білу. Бұйырғаны сол ғой деп. Жамандық болса, иншалла Алланың хикметі бар бұның артында деп, сол Алла тағала менен байланысты күшейте білу сізді әрдайым сабырлы, сізді әрдайым қуатты мұсылмандардан қылады. Ғалымдарымыз сол адамның әлсіздігі, сол сабырсыздығы, барлық нәрседен шаршап қалуы, күшінің жоқтығына тағы да бір кеңес айтады. Ол жақсы адамдардың жанында бол дейді. Өйткені жақсы адамдар сіздің әлсіздігіңізді, сіздің анау-мынауыңызды біріншіден көтере алады. Яғни сен әдепсіздік жасап қойсаң да, сені көтереді, еш нәрсе қылмайды деп. Екіншіден саған жақсы ақыл айтады, немесе саған демеу береді. Ана қоршаған ортада, былай айтқанда. Достарыңды жақсылықтан, жақсы адамдардан жинаған жақсы екен. Сонда мынандай бір ерекше бір сөз келеді. Бір үлкен ғалым, өте сондай бір керемет Құдайдың досы болған бір адам хал үстінде жатқанда жанындағы бір шәкірті жылап отыр дейді да. Неге жылайсың десе, сіз өліп қалатын болдыңыз десе, бәріміз өлеміз ғой депті да, бәріміз өлеміз. Біреу ерте, біреу кеш десе, сіз өліп қалғаннан кейін мұнша жамағаттың бәрі шашырап кететін болды депті. Сонда айтқан екен, жоқ депті. Тіпті ең әлсіз адамды да сайлап қойып соның жанына біріксеңдер, сендермен бірге ол қуатты болады деген екен. Яғни әлсіз ол жалғыз адам әлсіз.
жаман достары бар адам әлсіз. Сол үшін халықта айтады ғой, не дейді, досың жаман болса дұшпанның керегі жоқ дейді. Дұшпан не қыласың? Сен досың әрдайым ұятқа қалдырады, сен досың әрдайым аяғынан шалып құлатады. Не қыласың дұшпанды? Ұзақтан іздемей ғой, жанында жүр ғой. Сондықтан әлсіздікті жеңудің әдісі біріншіден Алла менен байланысты күшейту, екіншіден жақсы адамдарменен араласу. Саған ұнамаса да ондай адамдар. Сен олардың мінезіне шыдай алмасаң да, солардың жанына отырсаңыз, Абай атамыз айтпақшы, болмасаң да ұқсап бақ дейді. Солардың жанына отыра берсеңіз реттелесіз. Себебі мынандай нәрсе бар. Естеріңізде шығар, музейге барғандарыңыз бар ғой, музейге бірге бардық қой Мединада. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ең жақсы көрген тамақтың аты не? Асқабақ еді. Ол имам Абу Хурайра деген сахабадан қалған сөз бар да, содан алынады негізі. Мен дейді, асқабақты онша ұнатпайтын ем дейді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның асқабақты жақсы көргенін сезініп, мен де жақсы көріп кеттім дейді. Ол өз-өзін зорлаған жоқ. Яғни ойбай, жеуің керексің, енді сен де жақсы көресің. Жоқ, өзін зорлаған жоқ. Ол кісі пайғамбарымызбен араласа бергеннен, сол кісіге деген махаббатынан бүкіл сол кісідегі жақсының бәрін жұқтырған ғой өзіне. Сол үшін жақсы адамның жанында өзіңді қинап болса да алғашқы кездерде отыруды үйренсең, ертең сол адамның жақсылықтары сенен табыла бастайды. Сол сияқты сөйлейтін боласың, сол сияқты жүретін, тұратын боласың. Сол нәрсе ерекше сенен пайда болады. Үшінші, біздің айтқан нәрсеміз бұзықшылық. Жалпы негізінде әрбір адамда сондай бұзықшылыққа, бір кішкентай бір нәрсені қиратуға, бір нәрсені теріс қарай бұрмалауға әдетпіз. Тіпті халықтың өзі де әдемі термелерде өте көп сондай бар. Бауыры аман бас есен, сағынар ойын күлкін ай деп айтады Майлығы жақын. Яғни бауырың аман болсаң, басың есен болса, ыртың жыртыңды іздейсің. Болмағыр нәрсені іздейсің. Сондай да ол адам пенде болғасын сондай болады. Бірақ құрметті жақсылар, оған ғалымдарымыз айтады. Бұл Алланың нығметтерінің хақиқатын түсінген адам бұзықшылықтан шеттейді. Алланың нығметтерінің хақиқатын, яғни осы өмірдегі бүкіл барлықты кім берді деп сұрақ қойыңызшы. Кім берді? Құдай берді. Қайда болса да Алланы көре білген адам бұзықшылығын реттейді. Қайда болса да. Жалғыз қалсаң да, көпшіліктің жанында болсаң да. Қайда болсаң да. Тіпті сол Ибрахим Нахи деген үлкен ғалым кісілердің артынан ерген, Суфиян Саури сияқты үлкен ғалымдардың артынан ерген Хатамул Әсәм деген бір кісі болған. Сол кісі айтқан бір әдемі сөз бар. Бір енді ерекше неге келетіні осы именно бұзықшылыққа, жаңағы нығмет туралы келген кезінде ол кісінің айтқандығы, біз айтамыз ғой, Алланың нығметтерін еске түсір деп, соны айтады да. Құлшылық қылған кезде Алланы ұлықтауды үйрен. Көпшілікпенен араласқан кезде адамдардың қолына қарамауды үйрен деп айтады. Қызығы, яғни сіз намазға бардың ба, Алланы ізде. Басқа нәрсені іздеме дейді. Алланы ізде. Садақа беріп жатсың ба, Алланы ізде. Қандай жақсылық жасап жатсың ба, сол жақсылықтың артынан Құдайды ізде дейді. Басқаны іздеме дейді. Ал адамдармен араластың ба, қолына қарама дейді. Бұл енді үлкен кеңестерінің біреуі ғой. Сол үшін адамды бұзықшылыққа алып бармас үшін Құдайды көбірек таныған адам болады. Шама жеткенше сол сізге күресіңізде көп жәрдем береді. Төртінші нәрсе сараңдық. Иә, немесе ашкөздік деп айтайықшы. Жалпы адам, бұл енді өмірде бүкіл адамның ішінде ашкөздік бар. Біреуде артық, біреуде кем. Тіпті бір ғалым кісі айтқан екен, жақсы адам өзінің ашкөздігін үндемей жасырады депті. Жаман адам амалмен көрсетеді деген екен. Ол қалай болса да бәрінде бар нәрсе да. Біреудің қолынан дәмету, кішкентай бір нәрсеге тоймай қалу, яғни дүниенің қызық қызыл жасылына, басқасына тоймай қалу, ол бәрінде болады. Барлық адамда бар. Бірақ оны әркім өзінің
тәрбиесіне қарай, өзінің өмірден алғанына қарай көтереді. Бірақ соның ішінде біз негізінде бір нәрсені үйренгеніміз жақсы. Біздің ислам әрбір мұсылман адамға садақаны үйретеді. Садақаны үйретеді. Біліп алыңыз, садақаны тек бай адам бермейді. Оны үйтіп түсінбеңіз. Садақаны барлық адам бере алады. Садақа ол зекеттің кішкентай түрі. Зекет деген сөз ол малдың нысапқа жеткендігі деп айтады. Малдың бір белгілі бір мөлшерге жеткеннен кейін сол малды 40-тан бірін Алла үшін деп тарқату керек екенсіз. Сонда сізге береке береді. Оның аты зекет деп айтады. Ғалымдарым зекет деген сөздің мағынасында сөйтіп айтады ғой. Зекет деген сөз тазалық екен. Тазалық дегенде ғалымдар біреулер айтады, ол малдың тазалығы. Иә, малға бәле келуден, малдың берекесі кетуден тазалық болады ол. Бірақ әңгіме ол тазалық емес екен. Әңгіме сіздің ішіңіздегі тазалық екен ғой. Сіз ана мал дүниеге жабысқамас үшін сізді тазалап тұрады екен. Ана қолыңа бір нәрсе түссе, біз адамбыз ғой, пендеміз. Үстіп жұмып туылғанбыз ғой, қолымызда туылғанда балалардың бәрі қолын жұмып туылады. Көпшілігі да қолы ашық туылатын балдар аз. Бірақ қай халде де, құрметті бауырлар, бұның барлығы бізге білдіретіні, біз өмір бақи қолымызды осылай жұмып келдік. Сол жұмған қолыңды, жұмған нәрсең қолыңда қалсын десең, беріп тұр. Егер сіз садақа беріп, зекет беріп тұрсаңыз, мал сіздің жүрегіңізге кірмейді. Пайғамбарымыз сол үшін айтады. Берген қол садақаның ішінде ең төресін айтады. 7 тайпа адам бар дейді. Сол 7 тайпа адамның ішінде Алланың саясында тұрып, қиямет күні ешқандай қорқыныш билемейтін адамдар бар. Соның біреуі, 7 адамның біреуі, оң қолының берген садақасын сол қолы білмеген дейді. Яғни, бұл деген сөз анау, берді ұмыт деген сөз ғой. Сен беріп ұмыта берсең, адамға қызмет қылып та, ең кішкентай садақа білесіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқаны бойынша ең кішкентай бірақ сауабы жақсы болған садақа екінші бір мұсылман адамға жымиып күлу. Жай ғана жымиып күлу. Соның өзі садақа екен. Яғни жүрегіңнің бір жарығын бөліп беру ғой. Бір тәтті, бір жылулықты сыйлау екінші бір адамға. Осы нәрсе біздің мұсылмандарға тарқау керек екен. Екінші бір мұсылманға жымия қарау, сәлем беру танымасаң да, сыйлық беріп тұру, зекет садақа беріп тұру, адамдарға ағайын туысқа қарайласып тұру, ағайындықтың бәрінің ақысы бар, өзінің беретін. Көршінің де ақысы бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көршінің ақысын сондай қатты айтқан, маған бір күні мирас қойыр бола ма деп ойлап қалдым деген екен. Яғни саған көршің жаман десе сен жамансың, сен жақсы десе жақсысың дегенде сөз бар. Тіпті қиямет күні дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, сенің көршіңнен сұрайды екен, мынау адам жақсы ма дейді екен. Жақсы болса сен жәннатисің, көршің сені жаман десе сен дозақисың. Қандай ауыр нәрсе, е? Көрші демекші, бұл біздің жалпы өмірімізде осындай нәрсе бар. Енді осының тағы бір нәрсесі Маариж сүресіндегі аяттар. Сол Маариж сүресіндегі аяттарды біз оқымай соңынан қалдырайық сабағымыздың қорытынды бөліміне. Оған дейінгі тағы бір 3 нәрсені айтып кетейікші. Біріншісі, адам асығыстан туылған деп, асығыстан жаратылған деген сөз бар Құранда. Бұл деген сөз біз көп асыға береміз. Асыққанды біздің табиғатымызда бар. Ал енді не істейміз десе, асығыстықты әрдайым жұмсақтық жеңеді екен ғой. Жұмсақтық жеңеді дейді, асығыстықты. Біліп алыңыз, асығу адамға ешқашан пайда келтірген емес. Ортада Алланың зікірін айтып, жұмсақ бола білу керек. Құран-ы Кәримде көптеген пайғамбарларды халим деген сипатпен сипаттайды, жұмсақ. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның да өткенде біз сипаттарын музейден көрген кезінде қанша сипаты бар деді, кім айтады? 400-ге жуық сипаты бар деді. 400-ге жуық сипаты бар екен о кісінің ше. Сонда сол 400 сипаттарының ішінде біреуі ол кісінің жұмсақтығы. Иығынан кім қалай тарса да жұмсақтық болған. Кім қалай ол кісінің ақысын жеп жатса да жұмсақ болған. Сондықтан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бар ғой, жомарттығы туралы бір керемет сөз бар, білесіз ба? Бір күні Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам
Меккенің сыртында екі қойын үйіне қарай жетектеп бара жатса, екі қойы бар екен. Бар жоқ екі қой. Кетіп бара жатса, бір араб жолығып қапты. Сөйтіп, әлгі араб Мұхаммедті танып қойып, Мұхаммед, сен Әбу Тәліптің баласысың ба деп, иә деп, немересі атасының атын айтып жатыр ғой. Иә деп, сен осы пайғамбар болып дейді ғой, саған түскен нәрсені маған айтшы депті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол кісіге дін туралы айтып берді, былай деп айтып берді. Қандай керемет нәрсе депті да. Мынау екі мал кімдікі деп, менікі деп, маған бересің ба десе, ал деп, керек па деп, екеуі деді, аласап. Сөйтіп, ана екі малын әшейін алып кетіп қалды пайғамбарымыздың, сәл ұятсыздау адам ғой енді. Алып кетіп қалып, бірақ бәрібір жомарттығы ғой, алып кетіп қалғаннан кейін өз ауылына барып айтады дейді, халайық, мен Мұхаммедті жолықтым, өмірі кедей болып қалмайтын жомартты көрем десең, Мұхаммедті барып көріп кел деген екен. Яғни арт жағын ойламайтын жомарт деген сөзді, анау бізде термеде де бар ғой, жаңағыдегі анау Тоқтар Серіковтің айтатын, жалғыз атын сойып беріп, жаңағыдегі ертеңіне жүген ұстап қалатын бізде азаматтар бар деп. Негізі көзі соқыр жомарттық та бар да. Ол негізі мақталатын сипат қой, жігіттің мақталатын сипат. Ертеңін ойламайды. Маған бәрібір ертең. Ертең жігітпіз ғой, Құда қаласа. Бір нәрсесі болады дейді, мә дейді. Көзі соқыр жомарт та сонша. Ол сипаттың біреу пайғамбарымыз болған екен ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәл сондай ертеңін ойламайтындай жомарт екен ғой. Ойлаңызшы. Соның жұмсақтығы да сол асығыстықты жеңетін сипаттарынан. Екі нәрсе бар еді, тағы бір айтылған. Ол кәдіхун, яғни пейнеткештік. Адам өмір бақи өзіне проблема тауып алады. Сол үшін ғалымдар айтады, қандай жұмыс қылсаң да жақсы амал жаса дейді. Не істесең де жақсы болған жерден табыл. Оны былай деп те айтса болады. Ғалымдарымыз айтады. Алла тағаланы жақсы көру деген не екен депті да, бір кісіден сұрапты. Хасан аль-Басри деген кісіден. Сөйтсе айтқан екен, Құдайға деген махаббат екі нәрсемен білінеді депті. Құдай жақсы көретін жердің бәрінен табыласың, Құдай жек көретін жердің бәрінен табылмайсың деген екен. Өте ауыр сөз негізі. Оны істеудің өзі өте ауыр нәрсе. Ойлаңызшы, Құдай нені жақсы көреді, соның бәрінен сен табылу керексің. Құдай нені жек көреді, сен сол жерде табылмау керексің. Үлкен нәрсе, Адамның пейнеткештігі де содан. Адам өзінің проблемасын өзіне тауып алады. Сіз егер өмірде проблема көргіңіз келмей ма, кілең қайырлы амалдарға жіберіңіз. Өйткені біліңізші, сіз жақсылық жасасаңыз да, жамандық жасасаңыз да ақыңызды аласыз. Екі дүниеде де. Ол пайғамбардың да, Құранда да айтқан сөз бар да, осы өмірдің ақиқаты. Не жасасаң да ақысын аласың дейді. Сондықтан жақсылық алғың келе ма, тек жақсылық жаса, ақысын аласың. Оны тағы да басқаша сөз айтса болады. Не ексең, соны орасың. Одан басқа дым жоқ. Яғни сен пейнет көріп жатсың ба бұл өмірде, онда біл. Сол пейнетке сен себепкерсің. Сен бір істі қиратып қойдың. Сен бір істі дұрыс емес жасадың. Оның пейнетті Құдайдан көрудің қажеті жоқ. Және бір нәрсе, яусун, жахуд деп айтамыз. Адам баласы үмітін үзгіш. Бірден. Немесе жоққа шығарғыш барлық нәрсені. Немесе одан да жақсырақ айтайықшы, жақсылықты тез ұмытқыш. Бұл адамның қасиеті. Себебі, құрметті бауырлар, бұл адамның жалпы өзіндік қасиеті бар екен. Оған жақсы адам жақсылық жасаса, оны сақтап қала алмайды. Жамандық жасаса, сақтап қалатын себебі адамның қорғаныс жүйесі Алла тағала қаттығып берген да. Жамандық көрсең, өз-өзіңді сақта деген адамның инстинкті бар. Жамандықтан қашу инстинкті бар. Сол үшін бір қиыншылық көрсе, адамда бірден гормон бөлінеді, бірден эмоция бөлінеді. Сол эмоцияның себебінен адам жақсылықтан гөрі жамандықты тез жаттап алады. Оны енді ғылыми түсіндірсе, ал жалпы айтқанда, құрметті жақсылар, Құдайды ұмытпаңыз. Және де оның жауабы позитившіл болу. Қайда көрсең де, қайда болсаң да, жақсылықты, жақсы сөзді, жақсы істі бола білу. Енді қорытып айтатыным. Қорытып айтуға бізге Құранның бір аяттары жәрдем береді. Мешітте жақында жерде Құран бар ма екен? Алып кеп беріңізші. Аяттардан көріп отыра берейікші.
осы Маариш сүресінің 19 аятынан бастап 27 аятына жақындатып, біз өте тездетіп осы бүгінгі сабағымызды қорытсақ дегім келеді. Мен ашып алайын. Кейбір кітаптардың бас жағында да болады ғой, несі? Мазмұн кейбір кітаптардың бас жағында да болады. Құрметті жақсылар, Алла тағала Маариш сүресінің 19 аятында былай деп айтады. Иннал инсаны хулиқа халуа. Адам баласы ынжық болып жаратылған. Иза массаху шарру жазуа. Оны бір жамандық оған жететін болса, бірден үмітінен үзіліп қалады дейді. Ой, басыма төне салды сол нәрсе. Болды, бітті, өлдім. Ва иза массахул хайру мануа. Ал егер жақсылық бола қалса, қолы қысылып бермей қалады дейді. Рас па? Патша болып бай болып кетсе, беруі қиын болып қалады. Көзінің етісіп кетті дейді ғой бізде қазақта. Адам танымай қалады. Қолын алу қиын болып қалады. Бар болса беремей қалады. Илләл мусаллин. Тек қана намаз оқитын адамдар онда емес дейді. Бұл деген сөз, егер сіз намаз оқысаңыз, мынау қасиеттерге еге болуыңыз керек. Сіз егер осы қасиеттерге еге емессіз ба, онда сіздің намазыңыз сізді тәрбиелеген жоқ. Сіз намаздың дәмін әлі білген де жоқсыз. 20 жыл оқымақ түгіл 100 жыл оқысаңыз да намазды. Сіз егер осы қасиеттер сізде жоқ па, онда кешіріп қойыңыз. Сіз әлі намаздың да дәмін білген жоқсыз. Ендеше намаздың дәмін білем десеңіз, мынандай қасиеттер сізде болуы керек. Илләл мусаллин. Ол намаз оқитындар ғана дейді. Олар қандай болу керек? Алладина хум аля салатихим даимун. Олар намаздарында ұдайы болушылар. Әрдайым үздіксіз намаз оқушы. Арасын үзбестен. Біреуін таста, біреуін емес. Сол үшін халықта сөз бар, жаңағыдай бей намаздан кей намаз жаман деп айтады. Халық солай айтады. Үзіп қоя беретін адамды айтады. Ол тұрақсыз ғой. Тұрақсыздық деген жаман нәрсе екен. Валладина фи амуалихим хаққу ма'лум. Және де өздерінің ол кісілердің малдарында белгілі бір ақысы бар дейді. Яғни мал таптыңыз ба? Мұсылман адамның, намазхан адамның малы бөліну керек екен, оны кошелегіңізде бөлік тұру керек екен. Кошелегіңіздің бір бөлігі Құдайға арналған деген бір бөлігі тұру керек екен. Қандай ақша тапсаң да кошелегің бір бөлігі. Сол сияқты ақысы бар адамдарға беретін бір бөлігің болу керек. Одан кейін лиссаили вал махрум, яғни махрум болған, сұраушы адамдарға. Валладина юсаддиқуна бияумиддин. Және ол адамдар қиямет күніне сенеді. Бұл үшінші сипат. Юсаддиқуна бияумиддин. Намазхан адамдарды 8 сипатпен сипаттайды. Мен соларды тез-тез өтіп кетіп жатырмын. 8 дегенде 7 енді. 7 мен 8, 1 мен 8 бір-біріне ұқсайды. Жалпы бірінші сипат намазда әрдайымдылық. Екіншісі малында белгілі бір кедей-кепшікке, жағдай нашар адамдарға ақысы болады малында. Яғни бірден мал таптың ба, ақыңды бөліп қоясың. Екіншісі, мен оны ақы деп айтып атқаным қараңызшы, имам Абу Ханифа бар, өте бай кісі болған. Сонда сол байлығынан өзінің шәкірттеріне бір Абу Юсуф деген шәкіртіне 1 жылдық тамағын береді екен. 1 жылдық тамағын апарып береді екен де үйіне. Сөйтеді дегенде айтады екен, бұны
Мен бердім деп менен тәкаппарлық сұрама, іздеме дейді. Бұны саған Құдай берді, жай ғана менің қолым арқылы беріп жатыр дейді. Бұл сенің ақың дейді. Хаққун маълум, белгілі бір ақың бар сенің. Яғни сенің ақың бар деп ақысын беріп қояды. Үшінші нәрсе, қиямет күніне сенеді. Қиямет күніне сенеді деген сөз әрбір істің қарымы бар деген сөз. Судың да сұрауы бар деген ереже ғой. Айтқан сөзің де, істеген ісің де жазылады. Мына иығыңдағы періштелер тұр. Бекерге секіре бермеу керек. Төртінші нәрсе, Алла Тағала Құран-ы Кәрімде «Валладина хум мин азаби раббихим мушфиқун» Алланың азабынан қорқушылар дейді. Қайда болса да, жалғыз қалса да, көпшіліктің алдында болса да, риза болса да, жағдай жаман болса да, жағдай жақсы болса да, бай болса да, кедей, қандай жағдай түссе де Құдайдан қорқады. Құдайын ұмытпайды да, былай айтқанда. Саған қуаныш келсе де Құдайыңды ұмытпайды. Анау асыр салып бәрін ұмытып кетпейді да, анау біреулер байлыққа секіріп кетіп қалады ғой. Біреулер қайғыға ұмытып ішіне тұңғиыққа сүңгіп кетіп қалады. Қайғыда болсаң да, қуанышта болсаң да, бай болсаң да, кедей болсаң да Құдайыңды ұмытпа. Құдайдың азабынан әрдайым сақ болған абзал екен. Инна азаба раббихим гойру маъмун. Олар Алланың азабынан ешқашан аманда бола алмайды. Яғни, мен азаптан құтылдым деп ешкім айтамайды екен ғой. Сондықтан Құдайдың азабы болып қалады деп әрбір істе тақуалық қылады, қорқады деген сөз. Сақтанады деген сөз. Валладина хум ли фуруджихим хафидун. Және олар өздерінің ұят жерлерін жабушы дейді. Яғни, зинаға, жаман нәрсеге бармайды дейді. Соны жалғастырып, тағы да бір аят, бір 2-3 аяттан кейін ары қарай жалғастырайық. Валладина хум ли аманатихим ва ахдихим раун. Және ондай адамдар өздерінің берген аманаттарына және берген уәделеріне орындаушылар болады. Сол сипаттардың тағы біреуі одан кейінгісі. Хум валладина хум бишахадатихим қаимун. Және олар өздерінің берген куәліктеріне әрдайым тік тұрушы, яғни шын куәлік беруші. Біреулер куәлікке шақырса, өтірік куәлік бермейді. Ең сөздің жаманы өтірік куәлік берген екен ғой. Көрдің ба, иә дей салу да. Ең жалғанның үлкені сол екен. Және де валладина хум ала салатихим юхафидун. Олар өздерінің намаздарын берік ұстанушылар дейді. Тағы сол сипаттарды айтып кетейін. Және де осыны ұстанған адамға не болатын Алла Тағала айтады. Олар мынандай сипаттар. Біріншіден, олар намазда әрдайымдық қылады. Олар кедей-кепшікке малында ақысын беріп отырады. Олар қиямет күнінен қорқады. Олар Алланың азабынан аман болдым деп тайраңдап жүре бермейді. Құдайдан қорқуды ұмытпайды. Олар өздерінің әуреттеріне берік болады. Олар аманаттарына берік болады уәделеріменен. Олар өздерінің куәліктерінде де ақ болады. Яғни шынайы куәлік береді. Және де өздерінің намаздарын, құлшылық ғибадаттарын Құдайдың алдында оғанда берік болады. Осы сипаттардың бәрін орындаған адам хулиқа халуа деп айтады. Ана жоғарыда айттық қой, адам баласы ынжық болып жаратылды. Ана қиыншылық кеп қалса жылай салады, жеңілдік кеп қалса масаттанып бәрін ұмытып кетеді десе, осы іске бармайым десе, мына жоғарыдағы сипаттар сізді емдейді. Өте үлкен тақырып, әлбетте бір күні иншалла осы тақырыптарды ашармыз. Дегенменен осыны істеген адамдарға не болады десе, Құранда Алла Тағала жауап беріп айтады. Улаика фи жаннатин мукрамун. Олар осыны істеген адамдар дейді, жәннатта сыйлы болады дейді. Жәннаттың сыйлы адамдары болады. Фама лилладина кафару қиблахум мухтин. Ол осындай ғой. Сондықтан, құрметті бауырлар, жәннаттың төрінде сыйлы болатын адамдардың істері екен. Біздің бірнеше күн бойы айтып жатқан нәрсеміздің бәрі осы бір нәрсеге келеді. 8 адамды адастыратын сипат бар екен. Сол сипаттардың барлығы сіз бен бізді Құдайдан теріс бұрғызады. Өмірдің бақытының дәмін бермейді.
және де сол 8 сипат адамның бәрінде бар, одан шамамыз жеткенше құтылуымызға тура келеді. Ал қалай түзетудің жауабын бүгін айтып кеттім. Және де Құранның аяттары сізбен бізге қорытынды болсын дегім келді. Сол Құранның аяттарын амал қыла білген адам не дейді? Жәннаттағы ең сыйлы адамдардан болады деп айтады. Себебі, құрметті жақсылар, мен ойлаймын, осы жердегі сіздер умра жасауға келгендегі, сол Құдайды іздеп келгендегі сапарларыңыздың барлығы сол бір-ақ нәрсе ғой деп ойлаймын. Шамам жетсе, жәннатқа кірсем екен. Шама жетсе, әйтеуір Алланың ризалығын тапсам екен. Сол ризалығын тауып, жәннатынан құрметті бір орын тапсам, осындай пейнет, осы өмірдің бүкіл азабы да, қиыншылығы да тым болмай қалады емес па? Ендеше, құрметті жақсылар, осы 3 күннен бергі сайраған, айтып келе жатқан сөздеріміздің барлығын қорытындысы, құрметті жақсылар, ішкі жан дүниемізді реттей білсек, өзімізбенен дұрыс жұмыс істей білсек, өзімізді дұрыс дамытып, алға қарай өзіміздің ішкі бір қисық-қисық әлсіз заттарымызды түзете білсек, Алла тағала бізді жәннатта сыйлайды екен. Аллахым жасап атқан құлшылық ибадаттарыңыз қабыл етсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.